Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге мен Google'дан керемет ойын жасау түрін көрсететін боламын. Ол үшін сіздер Google жолағына ағылшынша EduPlay деп жазасыздар. EduPlay мұны. Осылай жазғаннан кейін сіздерде осы сайт жолағы шығады. Мына бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Бұл ойын түрі керемет, бастауыш сыныпты оқушыларына өте қызықты ойын түрі. Осындай бет ашылады. Енді сіздер бірінші тіркеліп аласыздар. Тіркеліп алу үшін мұнда барамыз. Және мына жерде Google арқылы кірсеңіздер болады. Google арқылы кірдім. Мынау менің жасаған жұмыстарым, бірақ аяқталмай қалған жасаған жұмыстарым. Ал енді осыны мен қазір ары қарай жалғастырып көрейін. Енді сіздерге түсінікті болу үшін басынан ашайын. Мына тұрған новая деятельность деген осының үстін басамыз. Мына жерде бақаның суретін үстін басамыз. Сіздерде осындай бет ашылады. Мына жерге сұрақтарыңыз жазасыздар, астына нұсқаларын жазасыздар. Мысалға, математикадан жасап көрейін. 20 қосу 30. Бала жауабын табу керек. 10, 12 және 50 дейік. Енді, мысалға, сізде қайсы нұсқа дұрыс болады, соған осындай белгі қоясыз. Мысалға, менде 50 дұрыс болса, осы жерге қоям. Келесі сұрақ құрастырамыз. Ол үшін плюс батырмасын бассақ, бізде жаңадан осындай сұрақ жазатын жер шығады. 60 қосу 10. Осылай сұрақтарыңыздың нұсқаларын жазасыздар, дұрыс нұсқаларын. Мысал ретінде көрсетіп жатыр мен. Осылай жазып, плюс батырмасын басу арқылы сұрақтарыңызды қосып кете бересіздер. 50 қосу 50. Дұрыс жауап 20 немесе 100, 50 деген сияқты. Енді осы жерде дұрыс жауабы 100 болса, осы 100-дің қасына белгіні қойып қоясыз. Тағы келесі сұрақ. 20 азайту 10. 10 дұрыс жауап болса 5. Осылай нұсқалар толтырамыз. Енді дұрыс жауап 10 болса, осы 10-ды осылай белгілеп қоямыз. Келесі сұрақ 80 азайту 50. 50, 20. 20 дейік, мұнда 30 дейік. Енді дұрыс жауап 30 болса, 30-ды белгілеп қоямыз. Келесі сұрақ. Тағы 80 азайту 40. Дұрыс жауаптарын, нұсқаларын жазып қоямыз. Осылай дұрыс жауап 40 мұны өз белгіленіп тұр. Осылай қосып кете бересіздер. Ал енді бұны тексеру үшін мына көздің суреті бар батырмаға барамыз. Осы жерден сіздер жасаған жұмыстарыңызды бір көріп алсаңыздар болады. Старт деп басамыз. Міне ойын басталды. Мысалға 80 азайту 50. Дұрыс жауабы 30. Бақа секіреді. Егер де дұрыс жауап бермейтін болсақ, бақа суға батып кетеді. Мысалға 20 азайту 10. Жауабы 10 секірді. 80 азайту 40. Дұрыс жауап бермей көрейік. Мысалға 10 дейік. Бақа осылай суға батып кетеді. Келесі сұрақ. 20 мен 30-ның қосындысы 50. Секіреді. 50 мен 50-дің қосындысы 100. Ал мына жерде дұрыс жауап 70. Міне, бізде ойын осылай қызықты болады. Балалар өте қызығып орындайды. Енді біз бұны
мына батырма сары батырманы басу арқылы осылай басамыз. Мынау жасыл батырмаға барамыз. Мына жерге мысалы жазамыз. Табиғат деп өздеріңіз ат қоясыздар жаңағы жасаған жұмыстарыңызға. Табиғат немесе матем деген сияқты. Мына жерге математика бірінші сынып немесе екінші сыныпта осылай басып қоясыздар. Тағы осы сары батырмаға барамыз. Міне. Енді бізде мына батырма арқылы WhatsApp-қа жіберіп қойсаңыз болады. Осыны басып, міне, мынаны копировать етіп алып, WhatsApp-ыңызға жібересіз. Сосын WhatsApp-та сол сілтемені басу арқылы бірден ойынға кіресіздер. Солай жасап жұмыстарыңызды жасасаңыздар болады. Міне жаңағы бізде жасаған жұмыс. Міне тұр. Мына сілтемені басып, жаңағыдай WhatsApp-қа жіберіп аласыз. Немесе мына жерден міне көріп алсаңыздар болады. Немесе мына жақтан жүктеп аласыздар. Немесе принтердан шығарып аласыздар. Өте қызықты ойын. Балалар қызығып орындайды. Міне, мына жерде принтердан сол бет шығарып алады. Мына жерден жүктейсіздер, мына жерден атын өзгертесіздер. Немесе былай басып кіру арқылы қайтадан ойынды осы ноутбук арқылы қайтадан кіріп балаларға бірден ойнатсаңыздар болады. Немесе жаңағыдай сілтемені көшіру арқылы WhatsApp-қа жіберіп, сол WhatsApp-тағы сілтеме веб WhatsApp арқылы өткізіп бастап кетсеңіздер болады. Балалар қызға орындайды. Бастауыш сыныптарға өте тамаша әдіс түрі. Келесіде тағы да осындай қызықты ойындарды салатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Көптеген әдіс тәсілдермен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар.